Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Хайперген Жадыра. Бүгінгі видеода соңғы уақыттары өте танымал болып кеткен, яғни хит болып жатқан 3D куб жобасын қалай көруге болады, сол жайында айтатын боламын. Бұлай кубикті қалай құрастырамыз, мына тұрған объектілерді қалай көреміз, барлығын ашып толықты айтып беретін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер, өз әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл 3D куб жобасы жасанды интеллект арқылы жұмыс жасайтын болғандықтан бізге міндетті түрде Google аккаунт қажет болады. Chromeға кірген кезде менде Google аккаунттар тізімі көрініп тұрады. Кейбіреулеріңізге тіпті бірде-бір аккаунт болмауы мүмкін. Сондықтан біз Google аккаунтты қалай құрамыз, содан бастап басынан бастап көрсеткім келіп тұр. Мына жерде менде бірнеше Google аккаунттар тұр. Сіздерде мына жерде добавить деген батырма тұрады. Егерде ешқандай аккаунт болмаса, сол добавить деген батырманы басамыз. Егерде аккаунт болса, кез келген бір аккаунтты белгілейміз. Мына жерде вход дегенді басамыз. Создать аккаунт дегенді таңдап, аккаунтты создавать етіп бастаймыз. Одан соң для личного использования дегенді таңдаймыз. Мына жерге имя, фамилия дейді, яғни өз аты-жөндеріңізді жазасыздар. Фамилия міндетті емес жазу. Одан кейін далее батырмасын басамыз. Аты-жөндеріңізді жазған кезде ағылшынша әріптерді қолданғандарыңыз дұрыс. Далені басамыз. Мына жерде туған күніңіз, ай, жыл және де жынысыңызды сұрайды. Соның барлығын міндетті түрде жазып кетеміз. Далее батырмасын басамыз. Одан кейін бізден Google аккаунттың атауын сұрайды. Сол жерге кез келген бір атауды жазамыз. Енді ойларыңызда қалатындай, жаттанды, өздеріңізге ұмытпайтындай жеңіл түрде жазғандарыңыз дұрыс. Мен енді мынау жай жаза салып жатырмын. Мысалға, мен далені басқан кезде бұл аккаунт бізде уже қолданыста деп бізге қызылмен көрсетіп тұр. Мына жерде бос тұрған аккаунттар атында бізге көрсетіп тұр. Егер де осы жерде ұнап жатса, осының біреуін таңдап далені батырмасын басамыз. Ұнамай жатса, өз қалауыңызды жаза қоясыз. Мұнда пароль деген жерге барынша надежный парольді жазасыз. Подтвердить деген жерге тоже пароль жазасыз. Бұл жерде екеуіне жазылған пароль бірдей болу керек. Мына жерде показать пароль деген жерге галочка қойсаңыз, сіз екеуін бірдей жаздыңыз ба, қате кетті ма көруге болады. Мен мысалы 7 санын жазбай кетіппін. Одан кейін далее дегенді басып, уже әрмен қарай аккаунтты создавать етеміз. Бірақ мен бұны баспаймын. Менде өткен аккаунттар уже көп жетеді. Сондықтан әрмен қарай жалғастырмаймын. Сіздер далені басасыздар, уже аккаунт создавать етіледі. Енді Google Chrome'a қайта кіремін де өзімнің қалаған аккаунтымда, яғни сіздер жаңа создавать еткен аккаунтты біреуін таңдайсыздар да, мінекей Chrome'да ашасыздар, яғни Google'да. Осы жерге поисққа мерге куб деп жазамыз ағылшынша. Яғни бұл жаңағы кубты біз жасауға керек жасанды интеллект. Мінекей фиолетовый логотиппен тұрған бірінші тұрған сайт, осыған кіреміз, AirWare деп тұр. Кірген кезде осы сайт туралы, кубик туралы біраз анықтамалар бар. Төмен қарай түсіп, ақырында барлығын оқып алсаңыздар болады. Ал қазір біз ең жоғарыда тұрған бесплатная пробная версия дегенге барамыз. Бұл сайт негізі ағылшын тілінде. Осылай беттер ашылған кезде мышканың оң жағын басып перевести на русский деген таңдайсыздар. Менде уже автоматты түрде шығады, бірақ қазақ тілінде шығып тұр. Мына жерде жанындағы 3 точканы басасыздар, выбрать другой язык деген таңдайсыздар. Осы жерден қазақ тілі керек болса қазақский, орыс тілі керек болса русский деп таңдап перевести дегенді басасыздар. Негізі жұмыс істеген кезде орыс тілі более жеңілірек. Сондықтан мен орыс тілін таңдап перевести деген басамын. Одан кейін мына жерде уведомление керек па деп сұрап тұр, блокировать етемін. Қажеті жоқ, мазаларыңызды алады. Енді продолжить дегенді басамыз. Одан кейін сіз кімсіз? Әрине учитель деген таңдаймыз. Одан кейін мына жерде Google деген батырма тұр, соның үстін басамыз. Яғни Google аккаунтымызды сол арқылы осы сайтқа кіреміз. Неке жаңа таңдаған Google аккаунтымыз шығып тұр, осының үстінен басамыз, одан кейін продолжить деген басамыз. Google аккаунт мінекей осы үшін, осындай сайттарға тіркелу үшін қажет болады, сондықтан өте қатты мән беріңіздер соған.
Енді мына жерде я согласен деген жерге галочка қоямыз. Продолжить деген батырманы басамыз. Одан кейін бізде организация туралы сұрайды. Бұл енді бір аса бір маңызды емес. Сондықтан мен жай ғана 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп жаза саламын. Тағы да продолжить дегенді басамын. Және осы соңғысы, одан кейін заканчивать дегенді басамыз. Бізге енді сайтымыз ашылады. Избранный контент деген шығады алғашқы беті. Қарап отырсаңыздар осы жерден көп деген дүниені көруге болады. Яғни куб арқылы, яғни осы дүниелерді көре аламыз. Мына жерде Steam контент деген тұр, оларды мен ашып честно қараған жоқпын да. Енді сол жақ шетте төмен қарай түссеңіздер, получить мерге куб деген бар. Осыған барамыз. Енді төмен қарай түссеңіздер, мына жерде қызыл жазумен тұр ғой. Загрузить мерге paper куб деп. Осыған барамыз. Сол кезде бізге PDF файлда кубтың суретін жібереді. Мінекей төмен қарай түссеңіздер, кішкене анықтама бар, оқып шықсаңыздар болады. Мінекей загрузить дейміз. Тағы төмен қарай түсеміз. Міне шаг первый деген жерде сілтеме шығып тұр. Осының үстін басқан кезде бізге PDF файлда жүктеп береді. Жоғары жақта стрелка шықты, көк дөңгеленіп. Осы жерде шығып тұр. Үстінен бір рет шертеміз. Сол кезде осындай документ шығады. Мында қайшының суретімен жиектері сызылып тұр, үзік сызықпен. Сол үзік сызықтың бойымен ғана қиып аламыз. Ертең шығарып алғаннан кейін осыны бойымен ғана қиямыз. Сол кезде осы кубты құрастыратын кезде бір-біріне жабыстыруға керек болады. Печать деген батырманы басамыз. Принтер деген жерден өзіңіздің принтеріңізді таңдайсыз. Страница все, копия нешеуін шығарғыңыз келеді, соның санын жазасыз осы жерге. Размер бумаги деген жерге А4-ді белгілейміз. Одан кейін печать деп кәдімгідей шығара береміз. Простой қағазға шығарып, жаңағы күнделікті пайдаланып көруге болады. Ал бірақ семинардың кезінде глянцевый қағазға шығарып алсаңыздар, более әдемі болып көрінеді екен да. Біз солай екі түрлі форматта шығарып көрдік. Кубигімізді құрастырып алғаннан кейін бізге Play Marketке немесе iPhone-дарда App Store-ға кіреміз да. Бізде Google Play деп тұрады. Осыған кіреміз. Мұнда төменгі жақта Google Play міне ашылған кезде осылай тұрады. Төменгі жақта поиск дегенге барамыз. Осы жерге Object Waiver деп шығып тұр, ең бірінші ол. Осыны басамыз. Осы жерде очкидің сурет тұрған мерге Object Waiver деген приложениені біз установить етуіміз керек. Негізі менде болған, сіздер үшін қайтадан установить етіп көрсетейін дедім. Загрузка жүреді, шамалы күтеміз. Бұл приложениенің кішкене бір несі, минусы дейінші, кішкене ауырлау жұмыс істейтін бұл үшін интернетті өте жақсы ұстайтын жерде қолданған дұрыс. Жүктелді приложение. Енді открыть дегенді басамыз. Жаңа атап өткенде бұнда загрузка кішкене көбірек жүреді, күту керек болады. Енді войти дегенді басамыз. Біз бағана нені создавать еттік, Google аккаунтты. Енді мына жерде ең астында Google деп тұр. Осыны басамыз да, біз өзіміздің Google аккаунтымызды белгілейміз. Мына жерде мінекей. Мына біреуін белгілейін. Продолжить дегенді басамыз. Менде мысалы жаңа төртеу шықса, сіздерде бір ғана шығуы мүмкін, немесе мүлде Google аккаунт болмауы мүмкін. Сол кезде бағана біздің регистрация жасаған Google аккаунтымызды белгілеп кетеміз. Оны телефонға да енгізіп қойыңыздар. Міндетті түрде телефонда да, ноутбук пайдаланған кезде ноутбукта да Google аккаунт міндетті түрде болуы керек. Жаңа біз Google дегенді басып кеттік қой. Егер де сіздің телефоныңызда Google аккаунт тіркелмеген болса, онда жаңа Google деп басқаның жоғарғысында телефон или электронный адрес, пароль деп тұр ғой. Сол жерге, сол жаңағы бағана тіркеген Google аккаунтымыздың логинін және паролін теріп, войти деп кіруіміз керек. Мен ол жаңа көрсетпей кетіппін. Енді пойдем дегенді басамыз. Мына жерде көрініп тұр ғой, электронный адрес, пароль деп.
осы жерге жазамыз ғой, егер де телефондарыңызда Google аккаунт тіркелмеген болса. Мінекей біздің приложение ашылды. Мінекей мына жерде ми құрылыстары тұр, жаңағы кішкентай баланың формасы тұр, объектісі. Мінекей жануарлар тұр, неше түрлі 3D объектілер бар. Осыны қазір біз жаңағы көбегімізбен жасайтын боламыз. Мінекей мысалы көбелекті алайықшы, көбелектің үстінен басайық. Мінекей көбелектеріміздің түрі шықты мына жерде. Мысалға, мына бір әдемі көк көбелек таңдайық. Таңдаған кезде мына жерде жоғарыда 3D куб мир гарнитура деп тұр. Осы жерде 3D деген жерде бізде ешқандай да кубикті қажет етпей-ақ осы көбелектің формасын 3D бейнеде көре аламыз да, осы телефонды қозғау арқылы. Ал негізінен мінекей үлкейсе үлкейеді, былай жылжиды, былай біздің көмексіз-ақ осы көбелегімізді көре аламыз. Бірақ бұл балаларға қызық болу үшін, мысалы сырттан сіз жаңа не қылатын болсаңыз, семинар бір нәрселер өтеміз десе, сол кезде әдемілік үшін, жаңағы жаңалық үшін осы көбекті не қылып алған дұрыс, негізі құрастырып соны көрсеткен дұрыс. Ол үшін біз жоғарыда 3D емес куб дегенге барамыз. Сол кезде біз куб арқылы көре аламыз. Көбегімізді алып, телефонның камерасына жақындатамыз. Менің көбегімді уже балаларым мыжып, түрі әбіржіп тұр, но все-таки бәрі көрінеді. Мінекей көбелегіміз көрінді. Бұл жерде өте кішкентай болып тұр, сондықтан екінші адамның көмегімен телефонның бетінден екі саусағымызды үлкейтіп қараймыз, біреудің суреттерін қараған кезде, дәл солай екі саусақтың көмегімен нені үлкейтеміз, экранда кішірейтеміз, солай көбелектің размерін өзгертіп алуға болады. Саусақ кішкене кедергі жасауы мүмкін, бірақ енді ештеңе етпейді. Осылай көбектің жан-жағын айналдыра отыра осы 3D объектімізді көре аламыз. Және де бізде Explorer Edu деген приложение бар. Үстін бассаңыздар, Object Waiver, мұнда Object Waiver дегенді көрдік қой, енді Holo Globe, Dashboard дегендер бар екен, тағы да мен оларды әлі көрген жоқпын. Есшішті оларды да көріп, көбек арқылы жұмыс жасауға болады. Көріңіздер, Explorer дегеннің ішінде бір емес бірнеше объектілерді көруге болады. Мысалы, галактика, адамның дене мүшелері өсті полный тұрады, әрқайсысы үстінен басып көре берсеңіздер болады. Мысалға, галактик дегенге кіретін болсақ, енді қызыл стрелканы басып, әрмен қарай кубты көрсетіп, дальше жұмыс жасай береміз. Дәл жаңағыдай Object Waiver'ге кірген сияқты кубикті қалай қойдық, дәл солай қойып, әрмен қарай көре береміз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Бұйыртса келесі видеоны осындай виртуалды саяхат жасауды үйренуге арнаймын. Яғни мысалға мынау орман, қыс мезгілі, балалар ойнап жатыр, ақылы, аязда тұр. Осыны көрсету арқылы мультфильм құрастыруға да болады. Егер де жасау жолын үйренгілеріңіз келсе, колокольчикті басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі жасаған видео ұнаған болса, лайк басып, пікірге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де бір айта кететінім, бұндай виртуалды саяхатты очкиді киіп, сол арқылы да көруге болады.